саламатсыңдар ма балалар? Әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. 27-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы даналық сөзден үйренемін. Бар оқулықтағы бірінші тапсырмаға қараймыз. Мұғалімнің көмегімен сыр сандықтан шыққан мақал-мәтелді аяқта. Бірінші мақал-мәтел. Кітап білім бұлағы. Екінші. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады. Өнерлінің өрісі кен. Жері байдың елі бай. Ата балаға сыншы. Жақсы ісімен жақсы. Көз қорқақ, қол батыр. Екінші сыр сандықта берілген сөйлемдердің негізгі ойын анықтап, ортақ атауын айт дейді. Яғни кітап білім бұлағы. Үшінші жаттығуға қараймыз балалар. Бізде түсініп оқы дейді. Сөз мәйегі. Жерімтіп жаманды, жақсыны үлгеткен. Талапты адамға өмірді үйреткен. Биікке өрлеуге аталы сөз үлгі. Мақалсыз көркеуде санаймын өзімді. Мақал мен мәтелдер ақыл ой мәйегі. Мақал мен мәтелдер даналық әлемі. Өлмейтін даналық қалдырды бабамыз. Мақалдан нәр алып ашылды санамыз. Өлеңдегі мақал-мәтелдің тәрбиелік мәні туралы айтылған. Бұл жерде мақалдың тәрбиелік мәні, яғни жақсыдан үйреніп, жаманнан жирену. Төртінші тапсырмада өлмейтін даналық қалдырды деген сөзді қалай түсінесің? Өлмейтін даналық қалдырды деген сөзді тәрбиелік мәні бар құнды сөздерді айтуға болады. Бесінші тапсырма. Мақал-мәтелді үйде кім қолданады? Мақал-мәтелді үйде әжем көп қолданады. Алтыншы тапсырмада. Өзің білетін мақал-мәтелдің бірінші бөлігін жазып, жалғасын парталасынан немесе көршіңнен сұра. Бірінші. Оқу білім азығы. Жалғастырамыз, балалар, қасымыздағы парталасымыздан сұрап, мақал-мәтелдің екінші бөлігін жалғастырып тауып көреміз. Білімдіге дүние жарық, білім сізге, ары қарай не істейміз? Жауабын табамыз. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы сияқты. Ақыл азбайтын тон, жалғасын табамыз. Қына тасқа бітеді, білім басқа бітеді. Мына осылай мақал-мәтелдерді көршімізбен бірлесе отырып, жалғасын тауып көрейік. Олар 7-ші тапсырмада оқулықта сурет берілген. Суреттегі кейіпкерлерге қандай мақал-мәтел айтар едің дейді. Бірінші суретте біз қыздың шанамен сырғанап келе жатқанын көріп отырмыз. Бұл жерде қандай мақал-мәтелді айтуға болады? Есімізге түсіріп көрейік. Сақтықта қорлық жоқ. Екінші, мына балалардың ойнап, бұл жерде бір-бірімен, досымен ойнап тұрған суретін көріп тұрмыз. Яғни, тату болсаң досыңмен, берерсің төтеп дұшпанға. 8-ші тапсырмада өлеңнің сөздерін пайдаланып, екі мақал-мәтел құрап жаз дейді. Ойнамаймын отпенен. Ойланғандар ұғады, сақтық жақсы деп келем. Өрт ұшқыннан шығады, ойнамаймын отпенен. Бұл жерде екі мақал құрастырып көрейік. Бірінші,
ойлағандар ұғады, сақтық жақсы деп келем. Яғни Құдай сақтансаң сақтайды дейді. Өрт ұшқыннан шығады, ойнамаймын өтпенен. Ұшқын түбі өрт дейді. 9-шы тапсырмада өздерің құраған мақал-мәтелдердің мазмұны бойынша постер жазыңдар дейді. Мақал-мәтелдердің маңызы. Мақал-мәтелдерді халық даналығының қазына байлығы деп білеміз. Олар ғасырлар бойы қалыптасып, сол халықты мәңгі бақи бірге жалғап, бірге қайнасып кеткен дүние. Мақал мен мәтелге бай халықтың бірі бұл қазақ халқы. Мақал қазақ тілінің байлығын, көркемдігін ашып көрсететін құрал. Осы мақал-мәтеліміз арқылы біз ақ пен қараны, жақсы мен жаманды ажырата аламыз. Яғни мақал-мәтел біздің басты байлығымыз.